бизнесмен болу үшін басын қатты жұмыс жасау керек пе? Қазіргі заманның талабы ол энергия, ол эмоция болатын болса, демек қазіргі таңда кез келген бизнесті бастап кету үшін және оған жетістікке жету үшін энергия мықты болу керек, эмоцияң мықты болу керек деп мен айта аламын. Ал қараңыз, сенің энергияң мен эмоцияң қай уақытта мықты болады, егер де сен ол істі жақсы көрген кезде ғана. Жақсы көрген, сен ол іске істейтін ісіңе мән мағына берген кезде ғана ол мықты болады. MLM бизнесін мен не үшін жасап отырмын деген сұраққа жауап бермей, оған мән, өзіңіздің жасап жатқан ісіңізге мән мағына бермейтін болсаңыз, онда сіздің ісіңіз от души шықпайды. Ықыласпен сіз оны жасамайсыз. Ықыласпен жасамағаннан кейін энергияда сіз ол жасаған ісіңізден ләззат алмайсыз, энергия да алмайсыз. Энергия болмағаннан кейін сіз ол бизнесті өркендете алмайсыз. Істі дөңгелету үшін біз оған не үшін деген сұрақ қою керекпіз. Ал егер сенде мән мағына болатын болса, оны тіпті провал болған күннің өзінде сен қайтадан өзің көтеріп ала аласың. Неге? Өйткені сен өзіңнің ісіңді сүйесің, махаббатпен жасайсың, энергиямен жасайсың, күш-қуатпен жасайсың. Саған бірінші мағына беру керек, не үшін? Одан кейін не үшін дегеннен кейін ол по-любому жақсы көрсең энергия келеді, ол энергия, күш-қуат, зейін, ары қарай сен біліміңді арттырасың міндетті түрде. Егер білім ол сенің топливоң ғой.